Assalamu alaykum, hurmatli қазақ еді. Міне Хаким қайырымдылық қоры тегін дүкен Алла қаласа 19 мамыр күнінен бастап, дүйсенбі күні таңертеңгі 9-дан бастап өз жұмысын бастайтын болады. Қарағанды облысы Майқұдық, Сортировка, Қарқаралы және де басқа ауылдық қалалық жерден келетін адамдар Ромашка аялдамасынан келіп түсіп, мында тұрған Хаким қайырымдылық қоры тегін дүкеніне келе алады. Яғни аялдамадан 146 және 122 автобусымен келіп, тура алдында тұрған Хаким дүкені. Осы дүкеннен азық-түлік пен киім-кешек ала алатын болады. Құрметті ағайындар. Ал егер Тапар кентінен Южный және де басқа шет ауданы Жаңаарқадан келетін кісілер болса, мына аялдамадан түсіп, Хаким тегін дүкеніне келе алатын болады ағайындар. Хаким қайырымдылық қоры тегін дүкен жұмыс істейтін уақыты, яғни 9:00-дан 18:00-ге дейін. Мынау аялдама Ромашка деп айтылады. Құрметті ағайындар, жағдайы жоқ мұқтаж жандар болса, осы дүкенге келіп, азық-түлік пен киім-кешек алсаңыздар болады. Хаким қайырымдылық қоры тегін дүкен азық-түлік барлық түрлерінде тегін беретін болады. Яғни жағдайы жоқ мұқтаж жандарға арналған дүкен. Өздеріңіз көріп отырғандай, Хаким қайырымдылық қоры тегін дүкен міне осы. Келіңіздер. Сіз болып, біз болып, жетімнің басын сипап, езуіне күлкі сыйлайық ағайын. Алла разы болсын.